Мен әкім болсам мектепке ең бірінші телевизор алып қоятын едім. Оны не істемекшісің? Мектепте отырып фильм қарайын деп едің? Жоқ, мультфильм сабақта и так көрдік қой. Енді не үшін? Жаңалық қарайсың ба? Дарын мырза, осы жер дұрыс болады ма? Дәл кіреберіс есіктің алды жарқырап тұрады. Жарқын қоса бер. Енді мен сүйікті суретім шығарып қойыңдар. Не деген сұлулық десеңші. Әкім мырза, қаттар мандап кеткен жоқсыз ба? Не? Қаттар мандап кетіпсің дейді әкім Дарын. Армандар орындалады, тек сену керек. Сосын сабақты жақсы оқу керек. Қалайсыңдар балалар? Неғып тұрсыңдар? Сол сабаққа барайын деп жатырмыз ағай. Просто Дарынның түсін көріп тастан егіміз ғой. Түсіндегі суретінде біз жоқ екенбіз, шүкір. Сіз ше ағай, әкім болсаңыз не істер едіңіз? Маған әкім болу қайда, ол үшін мықты болу керек, білімді болу керек. О, не қоңырау, сабаққа барыңдар. Алло, әкім аға, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір аман сен. Я, жұмыстамын. Келіңіз. Жарайды әкім аға. Күтеміз. Жақсы. Жандос, сіз не? Әкім танисыз ба не? Қалай танисыз ба? Ағам ғой? Қалай ағаңыз? Бір ауылданбыз. Сіз не, әкімнің ауылынансыз ба не? Жоқ, просто әкем сол ауылдан. Бүгін келем деген шын ба сонда? Я, мектебімді көрейін, өзімді көрмегелі біраз болды деп. Бұл деген күшті нәрсе емес па? Мен мұғалімдерге айтайын. Сенше Қамажай әкім болсаң не істер едің? Қыз әкім болған. Қайдан көрбедің, Думан? Сен не, қыздар билікте отыра алмайды деген деп тұрма? Соны айтам, біз сендерге қарағанда 2 жыл алдын бұрын дамып кеткенбіз. Ойбай, бір мысал келтіріңдерші қыздың бастық болған. Мысалы, Дана апай үйде бастық екен, барлығымыз білеміз. Дәл айттың. Мысалдан бір түрлі екен. Аға есіп қалмаса болды ғой. Сонымен, ал не істер едің кім болсын? Лимонхоны қаламызға көп шақырып тұратын едім. Ол кім тағы? Не дейді? Жандос әкімнің інісі екен деймін. Бүгін мектебіміздегі жұмыстарды тексеруге келеді екен. Сол неге басынан бастап айтпайды әкімнің інісі екен? Соның бірден жұмысқа кіріп кеткенінен қорқып едім. Жандос, әкімнің інісі болса да қарапайым дейсің ғой. Қыздар, сонымен әкімді не істейміз? Жайдан жай күтіп алмаймыз ғой? Оны да бір жақсылап тұрып концерт ұйымдастырып жіберейік, оқушыларға айтып. Табылған ақыл. Жақсылап күтіп алайық. Жақсы. Айтпақшы қыздар, қалай болып тұрмын? Ой, сіз, как всегда, жарқырап жүресіз ғой. Рахмет. Онда мен оқушыларға барып, бүгін сабақтан кейін кішігірім концерт ұйымдастырсын деп айтайын. Жақсы. Біз онда торт заказ берейік. Я тапсырыс беріп, дайындалып отырыңдар, жарай ма? Жақсы. Лимит біз қалып дейсің ба? Лимонхой өте танымал актер, бізге берер пайдасы бар. Иә, ол әлемдегі ең ақылды адамдардың қатарына қосылған. Енді ақылды қытайлардан алайық дейсің ғой, Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Отыра беріңдер. Ал балалар, хабарландыру. Бүгін мектебімізге әкім келетін болды. Ол біздің Жандос ағайдың ағасы екен. Сондықтан кішігірім концерт ұйымдастыру керек. Жақсы болды ғой. Әкім келсе, мектептің алдына қашан асфальт салатын сұраймын. Асханадағы сосиска неге қымбат? Оны да сұрау керек еді. Шын ба апай, әкім өзі келеді ме? Я, өзі келеді. Сонымен концертке кім жауапты болғысы келеді? Мен апай, мен жауапты болайыншы. Жақсы. Онда Дарын концертке жауапты, ал қыздар сендер көмектесіңдер, жарай ма? Жарайды. Мен қазір барып актовый залды ашып қоямын. Барып дайындала берсеңдер болады. Бүгін сендерді сабақтан босатам. Көмекшілерім арманымдағыдай болып жатыр. Шүкір.
осы бар ғой, жұрттар үндемей жүріп пысық, Айтпа дейм. Әкімнің інісі болып мына мектепте несіне жүр екен? Ол әкімнің інісі дұш жағай болу мүмкін емес. Тексеріп келіп қалған шығар, шпион болып. Бәрі мүмкін. Бірақ қана Жандос бар емес па, сол маған мүлдем жақпайды, ұнамайды. Сол баланың бір былығы бар. Бір сияқты. Қалайсың, болашақ әкім? Түсінбедім. Сені әкімнің інісі дейді ғой. Сен де аған сияқты әкім болатын шығарсың, иә? Ағам сияқты. Иә. Балла, ойнайсың. Жандос ағай, бәрі дұрыс па? Иә. Енді маған ағамдай болу қайда. Бірақ әркімнің өз жолы бар ғой. Неткен қарапайым едің, Жандос ағай? Рахмет, мен кете берейін, Жақсы. Жақсы. Бүгін бәріне не болған, әкім ағаны айта беріп. Алып бара жатқан авторитет жоқ еді. Қызық. Жақтырмаймын дейсің ба, Жандосты? Сен айтпай қош, келгеннен бері жағымпаздан өліп баратсың ғой. Енді қайдан білесің? Ертең күні әкім болып кетіп жатса, жанында жақын араласқан адамдардың жұмысқа алып қалар. Ол орын уже бос емес. Мен алып қойғам ол орынды. Армандапсың. Базар жоқ, біздің ағайымыз простой емес екен ғой, Әкімнің інісі ойлаш, күшті ғой, Ойлаш, сен ағаң жұмысайды әкім сияқты. Шарқын барып 10 миллион алып кел шана жерден деп. Інісі емес, әкімнің өзі болсаң одан да жақсы ғой. Мәз саған тілен қиялдармен сыныптас болып жүргенімізші. Кішкене ерік берсе қиялдарына ұстап алу қиын боларды. Концерт жасау кереккен, не істейміз? Жауапты да айтсын не істеу керектігін. Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін мен жұмыстан кетуіме байланысты өзімнің орныма осы керемет концертті ұйымдастырған дарынды әкім қылып сайлағым келіп тұр. Дарын, келе ғой ортаға. Рахмет, бұл мен үшін үлкен мәртебе. Дұрыстап дайындалу керек. Жүріңдер актив залға қалай безендіретінімізді көріп қайтайық. Біздің ағай керемет, одан асқан не керек? Ел, Жарқын, формаңды үйді тастап кеттің ба? Қарапайым өзі. Ағай, дүрік көтеріп кетсеңіз, бізді ұмытпайсыз ғой, Завуч болып па? Қалай ұмытым сендерді? Бәрібір көз алдымда жүресіңдер ғой. Жоқ, одан да биік көтеріп кетсеңіз дегенбіз ғой. Ғарышкер болып па? Ағай, сіз әкімнің інісі екенсіз ғой? Әкім болып тұрсыз ғой, примерно. Спортивка наконец состайтын шығарсыз, костюм жарасады негізі сізге. Әкім ағаның інісі екенімді қайдан білесіңдер? Завуч айтты ғой, барлық мектеп біледі сіз жайында. Жарайды ағай, біз срочно актовый залға баруымыз керек. Жүріңдер балалар, кеттік. Жігіттер сендер орындықтарды қатар-қатар қойып шығыңдар. Қыздар сендер плакаттарды жазып, сахна безендіре беріңдер. Жандос ағай. Жандос ағай, барлығы дұрыс па?
бір нәрсе дұрыс болмаса бізге айтыңыз, Жандос ағай. Концертке дайындығыңыз қалай болып жатыр? Жақсы, бәрі рахмет. Онда мен жүре берейін. Иә, жүріңіз. Енді әдем болып жатыр. Мынаны әкім көрсе біз мектеп жақсы көріп қалатын шығар. И так жақсы көреді ғой, үнсіз жұмыс жасайды ғой. Тек залда әдемлеп күтіп аламыз, болды ма? Өлең, би ұйымдастырғанымыз дұрыс болатын еді. Ұстаздар күніне билеген биді билеп береміз ба? Естеріңде ма? Осы би ма? Я, осы би. Осы биді билейік. Я, жарайды. Базар жоқ, бір қымымен бір биді еске сұраңдар ма? Би бар, енді бір керемет ән болса ғой. Жарқын, сенің бір әнің бар еді ғой. Құмаш, ана жүрегі деген өлеңді әкімге айтып бермейді шығар? Қыздар анау биді билейін жатыр ғой. Қалайсың? Қалай келдің? Жақсы, не жаңалық? Жаңалықтың көкесі бүгін болатын сияқты. Неге? Бүкіл мектеп шулап жүр. Дайындалып әкім келеді деп. Қандай әкім? Көкеше? Ол қалада жүр ме? Иә, маған бір зат беруге келе жатқан ғой. Білмеймін, кім естігені белгісіз, бірақ енді Жандос ағайдың ағасы әкім екен. Іште қырғын дайындық болып отыр. Енді соңы немен бітетіні өзіме де қызық болды. Ойбу. Жарайды, кеттім. Жарайды, рахмет. Рахмет. Жарайсыңдар балалар. Дайындықтарың жаман емес сияқты. Рахмет, апай. Апай, әкім неге именно біздің мектепке келе жатыр? Білмеймін, мүмкін Жандос ағай осы мектепте жұмыс жасайтын болғасын шығар. Апай, осы Жандос ағай шпион емес пе? Мектепте не болып жатқан әкімге айтып жүрген жоқ па екен? Ой, қойшы, қайдағын айтпаш. Әнұранға дайындалдыңдар ма? Иә. Қазір сол әнұранмен әкімді күтіп аламыз, жарай ма? Жарайды. Апай, осы біз әкім келді деп қатты патриот болып бара жатқан жоқпыз ба? Ертең президент келсе, не болмақ? Жарайды, дайындала беріңдер. Қыздар, жалғастырамыз. Қалай айтсам екен? Апай, кешіріңіз, сіз бір минутқа бола ма? Жоқ, асықсың, Жандос. Апай. Сосын, Жандос ағай, әкімнің ұнататын тұсы қандай екен? Түсі? Мен қайдан білемін? туй ағай, біз енді мынау әкім мырзаның келуіне орай бірімізге келетін көйлек таңдай алмай жатырмыз. Қыздар, көйлек емес. Құда емес қой келуіне жатқан, әкім ғой. Енді әкім болғанда да ол кісі әкім емес, менің ағам. Ол не дегеніңіз? Ағаңыз әкім емес, депутат шығар? Ешқандай да депутат әкім емес деймін. Қақтан шығарып алдыңыздар оны? Мәссаған, Жандос мырза,
неге әкім деп алдап жүрсіз? Кім алдап жүр сіздерді, қыздар? аға. Қыздар, мен сіздерді алдаған жоқпын. Не өкпетті, омайы. Мынау не масқара? Әкім келейін деп жатқанда мына жердің шашылып жатқан несі? Қой барып тездетіп жинатайын мынаны. Мә, шаршап кеттім мен. Мен де шаршадым, бір бет қайталап. Мүмкін асханаға барып қайтармыз. Я, барып асықпай отырып демалайықшы. Я, жүріңдер асханаға. Сөйтейікші, мә, сыға мол кеш жазадым. Мен уже болып кеттім. Жүріңдер. Әкім келсе, концерттен кейін мектептің проблемасын айту керек. Састиканың бағасын түсіріңдер деу керек. БЖП-ТЖП-ны да алып тастау керек. Оның орнына одан да қиын экзамендер қою керек. Сөйтіп біз шынығамыз. Балалар, осы қоңыраудан кейін аулаға субботникқа шығамыз, жүре ма? Ұмытып кетпеңдер. Ой, Не бүгін болды? дүйсенбі ғой. Субботник тек сенбі болмай ма? Думан, сен жаңа ТЖП жайында не айтып жатыр едің? Осы қоңыраудан кейін міндетті түрде шығамыз жарайды. Жақсы, күтем. Дайым, сен бармайсың ма не? Бара беріңдер, казақтарынан барам. Мынау уже әкім болып бара жатыр ғой, ауыр жұмысқа бармай қалып жатыр. Сол ғой. Асханаға барып келші, қарын ашып кетті. Құрметті әкім мырза, мен Дарын Нұржанұлы. Зердеш мектебінің оқушысымын. Сіз біздің мектепке келген болатынсыз. Сізге айтқым келетіні, қаламызды көркейтіп жатқаныңызға рахмет. Мен өскен соң сіз секілді әкім болғым келеді. Менің достарым мені көп мазақ қылып, бұл мүмкін емес деп айта береді. Алайда, мен бұл арманым орындалатынына сенемін. Мен қазірден бастап сабағымды жақсы оқып, үлгі тәртіп көрсетіп жүрмін. Келгеніңізге рахмет. Ағай, бізге көмектескіңіз келмей ме? Көмектесейін? Қалжыңдаймын ағай. Сіз демалыңыз. Бассыз көтерілгенде біз ұмытып кетпеңіз. Жарайсыңдар, әкім мырзаны толығымен күтіп алуға дайын болдық. Апай, әкім нешеде келеді? Қазір келіп қалады уже. Апай тезірек келсе екен, біздің концертіміз де дайын. Жарайсыңдар балалар, әзірге мектепке кіре тұрыңдар. Субботник осымен бітті. Жүріңдер. Айтпақшы, торттарың дайын ғой. Я, апай. Доставкамен келе жатыр.
доставкаларың әкіммен бірге келіп тұрмасын қазір. жоқ олай деген сап қой, қазір міне келіп қалды, келу керек санашы. Күтіп алыңдар да ана дастарханды дайындай беріңдер. Жақсы. Не іздедің, бірдеңке таппай жатсың ба? Иә, қалтамда бір маңызды қарақ тұрған, жоғалтып алған сияқтымын. Дарын, нан іздедің ба? Иә, ағай, қайдан тауып алдыңыз? Жаңа коридордың тауып алдым. Ішін оқыдыңыз ба? Иә, оқыдым. Сол үшін келдім сендерге. Балалар, сендерге бірдеңе айтуым керек. Иә, айта беріңіз, ағай. Менің ойымша, бұл сыныпта барлығын басын қосатын бір жауапты адам болу керек сияқты. Староста сақты ма? Иә, бірақ басқаша атаймыз. Сынып президенті. Тура әкім сияқты адал басшы. Иә. Қандай торт заказ береміз? Қандай бар екен? Молочная девочка, вупи-пай, Наполеон. Көп қой мына жерде. Сол барлығы білетін молочная девочканы заказ бере берсеңші. Қайтесің басында қатыр? Точно ма? Иә, соны бере бер. Заказ бере берем онда. Әкім келіп мектебіміздің абыройы бір көтеріліп қалайын деп тұр, е, қыздар? Мә, апай. Әкім келеді дегенде естігелі бері айнаға көп қарайтын болыпсыз. Соны айтам. Завуч апайымыздың бір ойлағаны бар сияқты ғой, апай. Ой, қыздар, қойыңдаршы. Мен әкім келмесе де айнаға қараған жақсы көретін адаммын, білесіңдер. Айтпақшы, тортқа тапсырыс бердіңдер ма? Иә. Қандай тортқа тапсырыс бердіңдер? Молочная девочка емес шығар әйтеуір, е? Білесіңдер ғой маған ұнамайтын торт екенін. Проблемадан проблема болды. Жоқ, апай. Наполеон заказ бердік қой. Сізге молочная девочка ұнамайтын білеміз. Иә, енді үйтіп қателеспейтін шығармыз, иә. Жарайсыңдар, қыздар. Молодцы. Енді не істейміз? Білмеймін. Заказ бар. Дарын, отыра қой. Ал. Рахмет. Балалар, енді әділ басшыны әділ жолмен анықтайық. Яғни дауыс беру арқылы. Ағай, сыныптың президенті болуға Дарынның ғана ынтасы бар ау? Сен ше Қамажай, сен староста емессің ба? Сенің келіп орныңды Дарын баса салған болмайды ғой? Тем более Дарын бұрын соңды староста да болып көрмеген. Дарын бола берсін, жолымды бердім соған. Балалар, енді бұны жай шеше салатын дүние емес. Сондықтан қазір барлығымыз мына ақпараттың ішіне кімге дауыс беруге болады деп жазамыз. Жақсы ма? Дұрыс айтасыз, ағай. Дауыс берейік. Барлығы анонимді болу керек. Осындай сөздерді қайдан үйреніп аласың? Жоқ, қашан білеміз, ағай? Ағай, оны концертте әкім айтсын да. Ағай, қазір сендер жаза беріңдер, келем. Ау, Әкім аға, кеп қалдыңыз ба? Мен келіп қалдым, 10 минутта боламын. Әкім аға, сіз случайно костюммен келе жатқан жоқсыз ба? Не болып қалды? Жай сұрағаным ғой. Жарайды мұнда, келгенде бір ауыз айтасыз ғой, хабарласыңыз, күтем. Жақсы. Балалар, жазып болсаңдар қағаздарыңды маған өткізіңдер. Кім өткізбеді? Мен
неге жазу? Ислам, тезет. Қазір мен есептеп алайын, кімде қанша дауыс жиналғанын. Сосын концертте сынып президенті кім болғанын айтамын. Асма? Иә. Тыныш отырамыз. Рахмет балам. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Аға, осы мектепте жұмыс істейсіз бе? Жоқ, менің інім жұмыс жасайды. Не болып қалды? Торт заказ берген ғой аға. Звондасам, көтермейді. Күткеніме де біраз уақыт болды. Жарайды, бере қоямын, әкел. Аласыз ба? Рахмет аға. Жақсы. Саламатсыз ба? Амансыңдар ма? Торт доставка ма? Иә, беріп жіберді ғой. Рахмет ағай, қаржы салу керек, Каспий нөмір айтасыз ба? Айналайын, Каспий жоқ қой менде. Жарайды, онда картамен төленеді ғой. Онда ішке тезірек кірейік. Жақсы, рахмет ағай, сау болыңыз. Сау болыңыз. Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жандос керек еді маған. Не үшін? Доставка ма? Жоқ, жай жандос керек еді маған. Түсінікті. Қазір шақырам, осында тұра тұрмыз. Жарайды. Саламатсыздар, отыра беріңдер. Жандос ағай сізге біреу келіп тұр. Қазір. Білімді болуға оқу, бай болуға кәсіп, күшті болуға бірлік керек. Бұлардың үшеуі де жоқ қой менде. Ассалаумағалейкум. Жандос, қалайсың? Қалыңыз қалай аға? Қалайсың? Жақсы, аман есен. Өзіңіз қалай, амансыз ба? Жақсымын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен жақсымын ғой. Жандос, мектебің мұғалімдер бір түрлі күн. Мені көрсе бәрі курьер деп қала береді. Жандос, бұл кісі әкім ба? Кешіріңіз, менің есімім әкім. Мен Жандостың ағасы болам. Бала күнде спортқа баулыған өзім едім. Қазір міне, білде бір мектептің дыш ағайы. Международный областной чемпион деп қойсаңызшы. Сонда әкім деген. Иә, апай, осыны сіздерге айта алмай жүр едім ғой. Бұл кісі менің ағам. Лауазымы әкім емес, ата әкім. Иә. Сонда біздің ағай жай әкім деген адамның інісі ма? Прикиньте, біз шын әкім келеді деп күтіп жүрміз ғой. Әкім деген атта болады екен ау, иә? Болмаған жақсы еді, қанша дайындалдық қой. Асфальт туралы айтылмайын дейсің ғой енді. Еще сосиска тесттен бағасы сол күйі қалды ғой, қымбат болып. Міне қызық, мен де баламның атын президент деп қойып жүрмін. Жоқ, негізі балалар, менің азан шақырып қойған атым Әкімжан. Бәрі қысқартып әкім деп кеткен. Сонда біз барлығын тура түсініп қалдық па, Жандос ағай? Жарайды енді. Ақыр келген екенсіз. Жүріңіз, тортпен шай ішейік. Жүріңіз. Жақсы, балалар, ішке кіре беріңдер. Төртінші бөлім қалай болды? Дәл қазір комментарийге жазып тастаймыз. Одан кейін біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Құрметті балалар, сендер де осы балалар сияқты киноға түскілерің келе ме? Онда нөмірге жаз, кастингке қатыс, Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.